Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен пісірмейтін, жылдам дайын болатын десерттердің бірін ұсынамын. 2 ғана заттан тұрады. Құрамы өте қарапайым және дәмі өте ерекше дәмді болып шығатын муравейник десертін дайындайтын боламыз. Әрі өте жұмсақ болып шығады екен. Міне көріп тұрғандарыңыздай А-продукт, яғни А-продукт өнімі осы печеньеден өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Алдымен осы печеньемізді аузы жабылатын кез келген пакетіңізге алып, печеньемізді салып, жақсылап, оны майдалап езіп алатын боламыз. Блендерге салсаңыз қатты ұнтақ болуы мүмкін. Сол үшін осы пакетке салып, оқтаумен кішкене үстінен басып, майдалап алатын боламыз. Мінекей осылай дайындап алдық. Енді ыдысымызға салып, міне арасындағы езілмей қалған бөліктерін қолымызбен кішкене басып ұнтақтап алсаңыздар болады. Мінекей езілмей қалғандарын осылай езіп аламыз. Міне барлығы дайын болды. Енді осыған сгущенкамызды, яғни қойылтылған сүтімізді қосып араластырамыз. Бар болғаны мінекей 2 ғана заттан тұрады. Басқа да заттарды қоссаңыздар болады. Мінекей енді осындай ыдысымызға салып, кішкене әр бөлігін салған сайын кішкене басын қырап, барлығын салып, енді төңкеріп алатын боламыз. Мінекей осылай салып алдық, енді төңкеріп алатын боламыз. Стаканымыздың бір шетін ғана кішкене басын қарасақ, міне өте оңай түседі. Мінекей осылай барлығын дайындап алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі бір келкі болып шығады. Енді осының үстіне кез келген шоколадты теркадан өткізіп, немесе ерітіп осылай құйып алсаңыздар да болады. Немесе басқа да кез келген өзіңіз ұнатқан заттарды сеуіп шықсаңыздар болады. Мінекей достар, өте жылдам, өте оңай жасалынады. Осылай дайындап болған соң холодильникке кемінде 15-20 минутқа салып алсаңыздар, өте әдемі болып бірігіп шығатын болады. Пісіріп дайындағаннан көрі осылай дайындаған өте тиімді, уақыт жағынан да тиімді екен, және дәмі де өте жұмсақ, әдемі дәмді болып шығады екен. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, келіп жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.